Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Ғазит Нұрдәулетов, жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов мырзаларға үндеу жолдаймын. Мен Түркістан қаласының азаматшасы Тәжі Рабиға Тастанқызымын. Менің бүгінгі кешегі 13 маусым күнгі өзімді өртеуге бел буғаным себебі жеке сот орындаушысы Жандарбек Бауыржан менің жеке құқығымды таптап отыр. Мен кассациялық шағым жазғаныма қарамастан үйімді бұзуға келіп отыр. Ол деген өзінің қызметін асыра сілтеп, маған деген кассациялық шағымды қабылдамаймын. Қайда барсаң онда бар, мен үйімді бұзуға барамын, бәрібір де деген сөздерін айтып, менің шағымды қабылдамады. Жеке сот орындаушы тараптарына өткізесін деп ешқандай да қабылдамады менің шағымды. Мен Түркістаннан 2016 жылдары жер сатып аламын, бәлен теңгеге. Оны деген шешіммен аламын, госактымен аламын, қаулымен аламын. Соны берген мемлекеттік құзыретті орында отырған кісілер неге береді маған оны? Егер ол жалған болған болса, менің көршімнен арыз түседі. Қарашық шешім әкіміне байланысты 596 үй жойылсын деген негіздемеге алып, менің арыз түсіреді маған көршімнен. Содан арыз түсіп, жаңағы кадастрдегілер, кадастр орнында отырған Жүнісбеков, Нұрбол, Дүйсебаев, Ролан деген кісілер сол менің жерімнің кадастр сызығымды жоққа шығарып, оны деген жойып отыр. Ол кісілердің басы екеу ма, не үшін жылжытады менің кадастрымды? Сонда бәрін мемлекеттік құзыр орындар не қарап отыр? Мен ол үйді неге алдым, неге салдым ол үйді? Оның бәрін жоятын болса, 2016-тан бері мен үй салып қойып отырмын. Оны білген болса, мен алмас едім ғой ол жерді. Осынша азапты көрмес едім ғой. 4 жылдан бері мен азаптан басқа ештеңе көріп келетқаным жоқ. Мына әділет орындары неге әділдікті істемейсіздер? Неге кадастр орнын тексермейсіздер? Қызметтегілер әркім өз ойындағысын жасай береді ма сонда? Мен үйімді, бала-шағамды қайда жіберем, үйімді бұздырып қойып? Неге кадастрлер Астанадан келген хатқа неге жауап бермейді? Министрліктен келіп отыр, 25 метр нөлде жылжығанын растап отыр. Оны деген құзырет орындар ешқандай орындап отқан жоқ. Кадастрлерге жіберіп отыр. Жер инспекциясы не қарап отыр? Инспекция не қарап отыр? Мен соның бәрін өз қолымнан жасап алған жоқпын ғой, мен құжаттың бәрін. Өзім жасап алдым ба сол құжаттың бәрін? Мен алдым ғой құзыретті мемлекеттік орындардан. Неге оны істейді? Мен үйімді не істеуім керек сонда? 16-тен бері салам, бала-шағам өмір сүріп жатыр, немерелерім өмір сүріп жатыр. Мен сонда үйімді бұзуға қалай мен қарап отырамын, қалай ғана бұздырамын мен үйімді? Сонша ел қарап отыр. Неге олар менің үйімді бұздыруға рұқсат беріп отыр? Бәріне көз жұма қарайды, әділдікпен қарамайды. Мен әділ қарауын өтемін. Бәріне әділдікпен қарауын талап етемін. Халқымнан көмек сұрап отырмын мен. Халқым менің. Неге менің әділдігіме қарамайсыздар? Мен үйімді бұздыра алмаймын. Мен Астанаға дейін барамын. Жер ресурстар министрлігіне барамын. Мен билетімді алып отырмын. Сол өртенген бензинімді ол жақта да істеймін. Мен қайда болса да мен үйімді талап етемін. Мен үйімді беріп қоя алмаймын. Көз жұмақ қарай алмаймын. Ешқандай да үйімді бұздырмаймын. Қандай тірлік болса да мен баруға дайынмын. Мен өлімге де дайынмын. Шығын жанымды шығаруға да дайынмын. Үйімді бұздыра алмаймын мен ешқандай да. Сот үкімдері, қалалық сот үкімдері, облыстық сот үкімдері, мән беріңіздер менің тірлігіме. Жақсылап қараңыздар, ешқандай да бұрмалаушыққа салмаңыздар. Өтініш сіздерден адам ретінде сұрап отырмын мен. Мен үкіметтен жер үй сұрағаным жоқ. Өзімнің еңбегіммен салған үйімді осындай бассыздыққа апарып отыр. Мен білген болсам алмас едім сол жердің. Шешімі дұрыс болмаса, қаулысы дұрыс болмаса, мен алмас едім. Осынша бәлеге ұрынбас едім мен. 4 жылдан бері азаптан басқа ештеңе көріп келатқаным жоқ. Түн ұйқысы 4 болып, ұйқыда жоқ керек десеңіз. Анаған барам, мынаған барам, ешқандай әділетсіз жоқ. Мен әділетті талап етемін, әділетті талап етемін. Астанаға жолға шығамын. Жер ресурстар министрлігіне, министрлерге қай жерге болса да мен кіруге дайынмын. Мен жолға шығып бара жатырмын. Билетімді алып отырмын. Мен әділет құзырлы орындарда әділет сұраймын. Тек шындықты талап етемін. Тек қана шындықты әділетпен қарасаңыздар, соның бәрін дұрыстап тексерсеңіздер деген үміттемін мен. Халқымнан көмек сұраймын. Егер мынау шешімді егер жер инспекциясы кішкене заңды білмейді ма, әлде кадастрге тісі батпайды ма? Соттың шешімінде анық жазып қойған мына жерде.
кадастрге алдыменен нұсқама беру керек, нақты орындау туралы ана координатты қайттан бастапқы орнына келтір деп. Мынау не бойынша, нұсқама бойынша. Егер мына нұсқаманы алдымен кадастрге министрліктің жер инспекциясына берген нұсқамасына сәйкес жер инспекциясы соны кадастрге берген болатын болса, мына сот шешімі қайтадан бастапқы орнына келтіруге нақты шешім шығарып беретін еді. Бұл жерде мынау нұсқама министрлікті менсінбей отқан біздің жер инспекциясы соттан жеңіліп қалды деп қарап отыр. Соттан не үшін жеңілдік деген адам сұрақ туындайды ғой, не үшін жеңілді деп. Талап қоюшы заң бұзушылықтар анықталған жағдайда оларды жою туралы орындауға міндетті нұсқама беруге құқығы бола тұра сотқа осы талаппен жүгінбейді. Құқығы бар олардың, анау оларды жою туралы жаңағы координат жылжып кеткен координатты орнына қойып туралы соларды міндетті түрде нұсқама беру керек алдыменен. Содан кейін егер сол берілген нұсқаманы кадастр орындамаған жағдайда осы сотқа жүгінсе, сот оған оның қойған талабын қанағаттандырар еді. Өзінің әр нәрсенің өзінің жөні бар, талабы бар, нормативі бар. Бұл мен түсінбей отырмын. Осы мынау жер инспекциясы, Түркістан облысының жер инспекциясы басқармасы министрліктің нұсқамасын орындамайтындай кадастрге тісі батпай ма, әлде шынымен-ақ сауатсыз ба? Дәл осы Рабиға апайымыздың еңбекпен, өз еңбегімен салған үйін қайтарсын десеңіздер, прокуратурадан талап ететініміз сол нәрсені орнына нақты әрекеттер жасау үшін қаулы шығарып уақытша тоқтата тұрып, бұзуды істің аныққандығын майшаммен қарап анықтап нақты шаралар көрулеріңізді сұраймыз. Бір қазақтың отбасы, әңгімеміз өсекпен төсектен артылмай жүргенше, бір қазақтың отбасын үйлі қылып, жайлы қылып, сол нақты шараларда, нақты әрекеттерге көшейік. Біздің сұрайтынымыз да, талап ететініміз де заңдылық. Басқа не айтасыз, Рабиға апай? Мен сұрайтын тек қана әділдік. Менің меншік құқығымды танып берсін. Мына құжатты дұрыстап қарасын. Құзырлы органдар. Егер координат өзінің орнына, бастапқы орнына, мына министрлік айтпақшы, бастапқы орнына келтіретін болса, онда сіз құқығыңыз бар. Анау бос жатқан жерде өзіңіз салып қойған үйді, өзіңіз көршілеріңіз түсініктеме беріп отыр ғой, сіз салды деп барлығы берген ғой түсініктеме. Сол өзіңіз салған үйді соттың шешімі, сот сізге міндетті, сіз өзіңіз салсаңыз, ол жер бос жатса, ол жерге сізге меншік құқығын беруге, яғни айыппұл бірдеңелер салынуы мүмкін, но сізге ол жеріңізді меншік құқығын танып бере алады. Ол заңның нормативтерінде солай. Мен меншік құқығымды тануға, мен әділеттен көмек сұраймын. Әділ шешім шешіңіздер. Жан-жақты зерттеп қараңыздар, үңіліңіздер шындыққа, көз жұма қарамаңыздар. Нұсқаманы орындауға көмектесіңіздер бізге. Орындауға көмектесіңіздер. Міне нұсқама көрініп тұр, бәрі айдан анық тайға таңба басқандай. Осыны орындауға көмектесіңіздер. Мен үйімді бұздырмауға барлық амалға дайынмын. Қандай жағдай болса да дайынмын. Мен бұздыра алмаймын үйімді. 4 жыл бейнетпенен салған үйімді, бала-шағамды қайда тастаймын мен? Неге бұздыруға рұқсат беріп отырсыздар? Сот үкімдері, әділет министрлігі бәрінен талап етемін осыны. Жер ресурстар министрлігі, қалалық сот прокуратурасы, облыстық сот прокуратурасы осыған зерделеп нақты қараңыздар. Шын мәнде, шын ниетпен қараңыздар осы жерде. Өтініш сіздерден.